Нанайот жобасының ғылыми тобы. Жобаның ғылыми жетекшісі әлемдік ғылымның көрнекті өкілі Төрегелді Шарманов болған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының сарапшысы, ЮНИСЕФ сарапшысы, профессор Леон Бернар қорының лауреаты, ол Нобель сыйлығына тең. Қазақстан Республикалық еңбек ері, Ресей мен Қазақстанның екі ғылым академиясының академигі, Қазақстан тағамтану академиясының негізін қалаушысы және жетекшісі. Екінші ғалым ол Юрий Синявский, халықаралық ғарыш бекетінің, яғни станциясының ғарышкерлерінің тағамына жауап беретін ғалым, екі дүркін мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, біздің нанайоттың формуласының авторы, ол биология профессоры. Үшінші ол Мұрат Кеңесұлы Тұрлыбеков, Қазақстан Республикасының тағамтану академиясының құрметті академигі, және осымен қатар нанайоттың қолдану тәжірибесі туралы айтып кетейік. Бұл дәрмек нарықта тұтылғанына 24 жыл болды. Жаңалық емес. Біз әртүрлі аурулардан зардап шеккен жүздеген мың адамға көмектесіп осы күнге дейін. Біздің нанайот мынандай сынақтардан өткен. Бірінші, лабораториялық сынақтардан өткен, клиника алдындағы сынақтардан өткен. Үшінші, ол 7 жыл бойы қолданған клиникалық сынақтардан өткен. Қазақстанда дәрілерді тіркеу архитектурасы бойынша сынақтардан өткен дәрмек. Және ешқандай бат ол сынақтан өте алмайды. Және бесінші сынақ ол Қазақстандағы тағамдық қоспалар архитектурасы бойынша сынақтардан өткен дәрмек. Біздің нанайотқа жетер дәрмек жоқ.